Бұл сәнді үй Линдендейл деп аталады және сіз ойлағандай ол контейнерлерден жасалған. Мұндай үйлердің австралиялық компанияларының бірі ұсынады. Кем дегенде оның жұмысшылары жылдамдықты жоққа шығарады. Үй небәрі 10 аптада салынып бітті, ал жұмысшыларға контейнерлерді орнатуға небәрі 5 сағат уақыт кетті. Мұндай жылдамдықтың бір сыры компанияның өзі контейнерлерді жасайды. Айтпақшы, Линдендейл үшін олар классикалық 6 метрлік контейнерлерді пайдаланады. Үйдің іші сыртынан да қызықтырақ көрінеді. Клиент ерекше жылжымалы терезесі бар сәнді ас үйге ғана емес, сонымен қатар олар тапсырыс бойынша жасаған сөрелер кітапханасына да берді. Үйлердің бағасы жеке келісіледі. Ауданы 250 шаршы метр дейінгі үйдің бастапқы жарнасы шамамен $12,700 құрайды. Жаңа Зеландияда Ван Гог жұмыстарының ерекше көрмесі ұйымдастырылды. Барлығын сүйреушінің жұмысын жұлдызды аспан астында тамашалауға шақырды. Көрмені ұйымдастырушылар 52 контейнерден уақытша галерея құрастырып, оның қабырғаларына 21 проектордың көмегімен сүйреушінің туындыларын қойды. Галереяда Ван Гогтың ертедегі соншалықты танымал емес туындылары мен көпшіліктің сүйікті картиналары үшін орын болды. Ван Гогтың жұмысына барынша толық ену үшін ұйымдастырушылар сенсорифо технологиясын қолданды. Ол өте айқын суретті және анимация қосуға мүмкіндік береді. Бұның арқасында көнеп өмірге келген сияқты. Олар қайықтағы жүк контейнерлеріне не салғанын білесіз бе? 2022 жылғы футболдан әлем чемпионатына арналған 8 стадионның бірі ол 974 деп аталады және атауында екі жақты мағына жасырылған. Біріншіден 974 Катардың халықаралық телефон коды, екіншіден бұл құрылысқа қажетті контейнерлердің дәл саны. Спорт аренасы 40 000 адамға арналған. Контейнерлер оның қабырғалары ретінде қызмет етеді және сонымен бірге дәретханалар, дүкендер және басқа да маңызды нысандарды жасырады. Көптеген шалулар 974-ті әлемдегі бірінші уақытша әлем чемпионатының аренасы деп атайды. Криштиану Роналду, Лионель Месси және Килиан Мбаппе стадионда ойнады. Чемпионаттан кейін 974 бөлшектеніледі. Бірақ мұнаймаңыз, өйткені Final Times мәліметі бойынша ерекше стадион Уругвайға барып, 2030 жылы әлем чемпионатының бір бөлігі болуы мүмкін. Оңтүстік Африкадағы елдегі ең үлкен қала Йоханнесбург. Оның аудандарының бірі хипстерлардың валигаласына айналды және әрине трансформация контейнерлерсіз болу мүмкін емес еді. Хипстер валигаласының маңызды бөлігі Drive Lines деп аталатын тұрғын үй кешеніне айналды. Ол 140 контейнерлерден салынған 4-тен 60 шаршы метрге дейінгі 100 студиялық пәтерден тұрады. Drive Lines-тегі пәтерді ай сайын жалға алу үшін шамамен $250 құрайды. Сіз осы жерден пәтерді жалға алатын бедіңіз. Құрылыстың болашақ өмір салты, қала аудандарының дамуы, құрылысшылар өздерінің қалқымалы аралдарын осылай сипаттайды. Олардың әрқайсысы 9 контейнерден орнатылған бетондық понтон. Осы конфигурацияның арқасында аралдар тек пәтерлерге ғана емес, сонымен қатар барбекю алаңдары сияқты қоғамдық орындар да бар. Аралдың энергиясы күн батареяларынан алынады. Пәтерде су және жылу жүйесі бар. Аралдарда ағынды суларды тазарту жүйелері орнатылған. Және мұның бәрі әзіл емес екеніне көз жеткізу үшін мысалы Копенгагенде қала портында аралдардан 72 пәтерден тұратын шағын аудан тұрғызды. Біз оңтүстік Кореядамыз және бірегей бақылау мұнарасына көтеріліп жатырмыз. Ол аспаннан биік деп аталады және әрине контейнерлер арқылы салынған. 20 метр биіктіктен көріністі тамашалау үшін сізге 5-ші қабатқа көтерілу керек. Бірақ бұл тұрарлық, өйткені бақылау мұнарасы теңіз жағасында тұр. 2008 жылы салынған бұл идея жұқа тор тәрізді жақтауды екі үлкен контейнер бастырмамен біріктіру болды. Оның әрқайсысына бару бірегей тәжірибе береді дейді шалушылар. Мод Pulse компаниясының бизнесін бір сөзбен оңай сипаттауға болады. Теңіз контейнерлерінен жасалған бассейндер.
Бұл сәл оғаш естіледі, бірақ Modbus бассейндерді тіпті $28.500 сатып алады. Ал сатып алушыларды пайдаланған контейнерлер тоқтатпайды. Бассейн ұзындығы үшін опция 4, 5, 6 және 12 метр. Баспалдақтар және спа орындықтар сияқты әртүрлі опцияларда бар. Су жылыту жүйесі әдепкі бойынша орнатылған. Оның қуаты -10 градус сыртқы температурада суды 30 градусқа дейін қыздыруға жетеді. Егер мұның бәрі жеткіліксіз болса, арнайы қалқаларды орнатуға болады. Содан кейін бассейннің бір бөлігі джакузиге айналады. Сонымен контейнерлердің көмегімен американдық мектептердің бірін өзгертуге болады. Оқу орны 129 шаршы метрге өсті және жаңа спортзал алды. Бұл көбінесе құрылысшылар бар болғаны 32 контейнерге ие болғанымен үлкен болып естіледі. Айтпақшы, егер бір күні мектеп ауысу туралы шешім қабылдаса, контейнерлерді өзімен бірге оңай алуға болады. Қайта өңделген материалдардан контейнерлер жасалғандықтан тұрақтылық бағананы плюс қоюға болады. Жалпы алғанда жобаның сәті болғаны соншалық, ол осы сыйлықтың аясында беделді Green Awards сыйлығымен марапатталды. Қазылар алқасының сарапшысы экологиялық таза өнімдер, қызметтер және жобалар деп санады. жылы Францияның Гавр қаласы 500 жылдығын атап өтті және осындай қондырғы сол жерде ерекше сыйлық ретінде салынды. Ол ұзындығы 6 және 12 метр болатын контейнерлерден тұрады және 2 қиылысатын арка болып табылады. Аркалардың биіктігі 29 және 40 метр. Айтпақшы, орнату үшін материал ретінде контейнерлерді таңдау өте қиысынды. Өйткені Гаврде ең үлкен француз порттарының бірі орналасқан. Ал мұндай кемпірқосақ Австрияның Фрементл қаласында тұр. Ол 9 контейнерден тұрады және оны құрастыруға 12 сағат кетті. Және тек жергілікті көрермендерді ғана емес, сонымен қатар әлемнің түкпір-түкпірінен келген көрермендерді де қуантты. Себебі орнату процесі онлайн режимде көрсетілді. Айтпақшы, кемпірқосақ жобасы жергілікті конкурста 27 басқа қосымшаны басып озды. Сондықтан бұл Фрементл тарихындағы соңғы шығармашылық өнер нысаны емес. Американың Колумбус қаласы дәл сол жерде автотұрақтардың бірінде микромұнара деп аталатын құрылым пайда болды. Онымен жасаушылар тамаша жұмыс жасады. 12 метрлік контейнерден айналадағы зәулім ғимараттарға еліктейтін шағын мұнара. Шағын мұнарада бірнеше бөлмелер бар. Мысалы, қызметкерлерге, саудаға және велосипед тұрағына арналған. Шағын мұнара өзінің жарықтандырумен және бірнеше панорамалық терезелерімен таң қалдырады. Және ол Bolt Boots Art жобасының бөлігі ретінде салынған. Қысқасы, Bolt Boots командасы қоғамдық кеңістіктерді пайдаланудың жаңа көрінісін ұсынады. Біз жүк контейнерін аламыз, одан кеңейетін үй жасаймыз. Бұл үйді дөңгелектерге қоямыз, сосын касса бокс шығады. 12 метрлік контейнерлер негізінде салу бұл кемпинг пен саяхат әуесқойлары үшін қызықты нұсқа. Кассаның 5 метрге дейін кеңеюіне байланысты оның ауданы 36 шаршы метрге дейін артады. Бұл кеңістікте әзірлеушілер, жатын бөлме, ас үй, ванна бөлмесі және қонақ бөлме, жиһаз, тұрмыстық техника және стильді декор сияқты бөлмелерді еш қиындықсыз орналастырады. Және олардың армандағы касса боксты алу үшін онлайн конструктормен біріктірілген тапсырыс формасы тұтынушыларға көмектеседі. Американдық дизайнерлердің бірі контейнерлік үйлерді осылай көреді. Бір қызығы, осыған ұқсас нұсқа израильдік Pottage Architects студиясында ойлап табылды. Ал студия тұжырымдамамен тоқтап қалмай, оны сәтті жүзеге асырды. Израильдің Ашдод қаласын безендірген Pottage Architects үйі Ашдод порт Израиль үшін негізгі 3 порттың бірі болып табылады. Осылайша контейнерлік үй порт қызметкерінің кеңселері мен техникалық үй жайларына берілді. Ал үйдің негізгі бөлігі 30 градус бұрышта орналасқан баспалдақ контейнері болды. Дүниежүзілік жабайы табиғат қорының сарапшылары бір кездері пластик өндірісінің көлемін есептеді. Ол жылына бір адамға шамамен 53 килограмм болып шықты.
Егер ештеңе жасалмаса, 2050 жылға қарай планетада шамамен 12 миллиард тонна пластик қалдықтары болады. Мәселені шешу үшін осы жерде және қазір осындай шағын зауыттар көмектеседі. Олар пластик қалдықтарын ұсақтап, одан гастрольдер, көлік конустары және басқа да пайдалы заттар жасайды. Зауыттар күн энергиясымен жұмыс істейді, шамамен қуаты 10 киловатт. Артық энергия аккумуляторларда жинақталады және зауыттар 6 метрлік контейнерлер негізінде салынғандықтан оларды кез келген жерге оңай жеткізуге болады.